Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Атырау облысы өкілдігі жастар секторының ұйымдастыруымен адамзаттың асылы болған ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, туған айының құрметіне орай қала тұрғындарынан пайғамбарымыздың тарихы туралы қаншалықты білетіндігі турасында сұрақ жауап ұйымдастырмақпыз. Ендеше құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар, біз бастаймыз. Жігіттер қайсыңдар? Жақсы. Денсаулыққа жақсы ма? Жақсы. Енді біздер мына облыстық орталық Иманғали орталық мешітінен жалпы мынау қазір пайғамбарымыздың дүниеге келген айы, Мәуліт айы деп айтып жатады. Осыған байланысты біз сұрақ жауап ұйымдастырып жатырмыз. Арнайы сыйлығымыз да бар жауап берген жандарға. Енді жеңіл сұрақтар. Жалпы пайғамбарымыз қаншалықты білесіздер деген сияқты соған байланысты. Енді бірінші сауал жалпы пайғамбарымыздың толық аты жөні қалай? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Солай ма? Толық білмеймін негізі. Бәрекелді, өте жақсы. Пайғамбарымыздың туған жерін білесің бе? Қай қалада дүниеге келген? Умра ма? Мекке ма? Мекке қаласы. Мекке. Бәрекелді. Пайғамбарымызды дүниеге әкелген анасының есімін білесіз бе? Ұмытып қалдым. Біздің Ильяс бүгін 3 сұрағымыздың екеуіне дұрыс жауап берді. Ильяс, біздің сізге арнайы сыйлығымыз бар. Мінекей, құрма кереметтей үйге барып, ата-анаң бірге отырып шай ішесің. Жарай ма? Кеттік, біз жалғастырамыз. Пайғамбарымыз жөнінде өмірбаян. Білмейсіздер ме ол жөнінде? Пайғамбар это наш пророк. Білесіздер ме? Пайғамбарымыздың әкесінің есімін білесіздер ме? Жоқ. Анасының есімін білесіздер ме? Жаль. Білмейсіздер де? Жақсы өкініш, рахмет. Пайғамбарымыздың әкесінің есімін білесіз бе? Абдулла. Бәрекелді. Пайғамбарымыздың анасының есімін білесіз бе? Хадиш Амина. Өте жақсы. Пайғамбарымыздың дүниеге келген айын білесіз бе? Қандай айда дүниеге келген? Піл жылында туып. Піл. Қазір біз осы уақытта пайғамбарымыздың дүниеге келген айы болып саналады. Соны арабша атауы қалай екенін білесіз бе? Есіңізде жоқ па? Бәрекелді, рахмет. Есім кім дедіңіз? Бақтыгерей. Бақтыгерей біздің жалпы қойған сауалдарымыздың екеуіне дұрыс жауап берді. Сондықтан Бақтыгерейге сыйлығымыз бар. Кереметте құрмамен үйге барып шай ішесіз. Рахмет. Пайғамбарымыздың жалпы өмірбаянын қандай оқиғаларды білесіз? 6 жасында анасынан айырылған, анасы ауырып қайтқан 6 жасында. Одан бұл атасының тәрбиесінде болған. Атасының есімі қателеспесем Абу Талиб екен или сондай сияқты. Сол көп сынақ келген. Мысалы қазіргі заманда адамдардың сынақтары айтады ғой, сынақ келгенде пайғамбарды есіңе ал дейді ғой. Пайғамбарға оның 10 есе сынаға келген. Әке-шешесінен ерте айырылған ол кісі. Пайғамбарымыздың есімі аталған кезде оған не айту керек? Саллаллаху алейхи вассалам деп айту керек. Алланың салауат айту керек. Салауат айту керек. Аллахумма солли аля сайидина хабибина Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Рахмет сізге. Жалпы пайғамбарымыздың өмір тарихынан өзіңіздің ойыңызды айтып бөлісіп жатқаныңызға рахмет. Әлі де оқи түсіңіз, біле түсіңіз деп тілек айтқымыз келеді. Сізге осындай сыйлығымыз бар. Кереметте құрмамен үйге барып шай ішесіз. Рахмет Алла. Рахмет, сау болыңыз. Есіміңіз кім? Абылай. Бәрекелді, қуаныштымын. Енді біз орталық мешіттен Мәуліт айының құрметіне бір-екі сауал бар. Жалпы пайғамбарымыздың әкесінің есімін білесіз бе? Абдулла. Атасының есімін білесіз бе? Пайғамбарымыздың алғашқы жұбайының есімін білесіз бе? Хадиша намыс. Қанша жасында үйленгенін білесіз бе? 25. Бәрекелді. Жалпы пайғамбарымыздың пайғамбарлық келместен бұрын оған халық арасында керемет бір атау қойған. Қандай атау қойған білесіз бе? Енді ол өте таза әділ адам болған білеміз. Соған орай жалпы арабтар атау қойған ғой. Есіңізге түсірсеңізші. Пайғамбарымыздың жалпы алғашқы хижреті қай қаладан қай қалаға болған айтып жіберсеңіз? Мекке, Медина. Пайғамбарымыздың жалпы сол кездерде қасында жүрген ең сенімді адамдарының бірі сахабалар. Абу Бәкір As-Сидық. Бәрекелді. Көп рахмет, Абылай. Біздің
керемет сыйлығымыз бар. Формамен, мына ішінде бокал бар. Иманғали орталықтың үстінде бана типті ауыстырған. Үйге барып шай ішесіздер. Рахмет, Алла разы болсын. Сау болыңыз. Пайғамбарымыздың немерелерінің есімін білесің бе? Көп айтылатын немересі. Асан Хусейн Олович. Ау? Асан Хусейн. Асан Хусейн дейді. Хасан, иә, бәрекелді, өте жақсы. Жалпы пайғамбарымызға пайғамбарлық неше жасында болды? Так, 23 жасында пайғамбар саллаллаху. Жоқ, қателесіп кеттім. 23 жыл пайғамбарлық. Берілді. Иә, 40 жасында еді. 40 жасында. Жалпы пайғамбарымыздың қасында ең сенім серіктерінің бірі. Жалпы үлкен сахабалардың есімі. Абу Бакр болды. Өте жақсы. Пайғамбарымыздың әкесінің, анасының есімі білесің бе? Абдулла. Әкесінің есімі. Анасының есімі. Так, бірінші әрпін ғой. Бірінші әрпін ғой. Әден келеді. Әмина ғой. Сүт анасының есімін білесің бе? Сумая ма, или қателеспесем, или қателестім. Сәл қателесіп кеттің. Рахмет. Сұрақтарымызға өте керемет жауап бердіңіз. Алысып тұрамыз. Сыйлығымыз бар. Соны қабыл алуға. Үйге барып отырып. Машалла. Бокалмен шай ішесің. Машалла. Рахмет. Құрметті көрермен, Мәуліт айының құрметіне орай пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, арнайы ұйымдастырылған сұрақ-жауабымызға тұрғындарымыз өз деңгейінше жауап берді. Мәуліт мүбәрәк болсын, пайғамбарымызға салауат айта жүрейік.